Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. тмд елдерінің ішінде Ресейден кейінгі екінші мықты мемлекет кім? Осы орынға таласып жатқан Әзербайжан қазірдің өзінде Қазақстанды бірнеше критерий бойынша артта қалдырып кетті. Бірнеше жыл бұрын олар Арменияны тас талқан етіп жеңген еді. Ne oldu Paşinyan? Cehenneme gitti status. Gora gitti status. Görba gör oldu status. Яғни олардың әскери қуаты өте мықты. Және де Әзербайжан экономикалық тұрғыда қарқынды дамып жатыр. Каспийдің мұнайымен күн көріп отырған Әзербайжан қалайша Қазақстаннан озып кетті? Илхам Алиевтің басқа президенттерге қарағанда қандай артықшылығы және оның құпия жоспары бар? Әзербайжан да кезінде Совет одағының құрамында болған ел. Бірақ соған қарамастан олар Ресейден аяқ тартпайды. Жақында Әзербайжаннан шыққан ұшақ Ақтауға келіп құлаған еді. Сол кезде сарапшылар ұшақты Ресей аумағында атқылады деп болжам жасады. Бұған ашуланған Әзербайжан президенті Илхам Алиев Ресейден өлген азаматтарына құн сұрады. Путин Әзербайжаннан кешірім сұрап, үлкен басын июге мәжбүр болды. Осыдан ақ Әзербайжан президентінің батыл екенін аңғаруға болады. Әзербайжан Кавказ тектес халық. Каспий теңізінің бойында жатыр. Жерінің көлемі біздің Қарағанды облысынан 3 есе кішкентай. Яғни алақандай ғана. Сондықтан да Әзербайжанды Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Дегенмен Әзербайжаннан кейбір аспектілер бойынша әлі де артта келеміз. Әзербайжанда негізгі табыс көзі мұнай. Олар мұнайды Каспий теңізінен алып отыр. Олар да Қазақстан секілді өз мұнайын шетелдік инвесторларға беріп, солармен бөлісуде. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан жалаңаш қалғанда бізге американдық Chevron компаниясы елбасы Назарбаевпен келісіп, Ақтау, Атырау жақтан мұнай өндіру кешендерін салды. Содан бері 30 жыл өтті. Chevron компаниясы Tengizchevroil деген атпен әлі тапжылмай жұмыс істеп жатыр. Олар Қазақстанның мұнайының қанша пайызын өздері алып жатқанын ешкім білмейді. Әйтеуір Tengizchevroil үкіметке жылына 1 триллион теңгеден астам салық төлейді. Және мұнда бақтада жұмыс істейтін қазақтарға кемі 500 мың теңге жалақы төлейді. Олар 15 күн жұмыс істеп, 15 күн демалады. Біз Tengizchevroilдің салығының арқасында Астана деген үлкен қала салдық. Оған пәленбай миллиард доллар кетті. Қазақстанның бүкіл халқына жалақы, зейнетақы төленіп, түрлі әлеуметтік нысандар салынды. Яғни Қазақстан батыстың мұнайының арқасында аяғынан тік тұрды. Осы мұнай Қазақстанда асырап отыр. Ал басқа салалар Қазақстанда әлі дамымаған. Біз ешқандай техника, көлік, киім-кешек шығара алмаймыз. Шығарсақ та сапасы төмен. Халық өзіміздің өнімнен гөрі шетелдік тауарларды алуға құмар. Әзербайжанда дәл Қазақстан секілді қара алтынмен еңселерін тіктеді. Әйтпесе қоңыз теріп кетулері әбден мүмкін еді. Құдай бере салған Каспий теңізі жағасындағы Ресей, Түркменстан, Иран секілді басқа да мемлекеттерді асырап отыр. Ал теңізбен шекараласа алмайтын Өзбекстан, Тәжікстан секілді елдер қалай күн көрерлерін білмей, халқы шетелге босып кетті. Әзербайжан мұнайдан тапқан ақшасын ұқсатып, Бакуды әсем қалаға айналдырды. Халық саны жөнінен Алматыдан да осып кетеді. Алматыда 2 миллион 200 мың адам өмір сүрсе, Бакуде 2 миллион 300 мың адам тұрады. Және де Алматыға қарағанда Бакуге туристер өте көп келеді. Себебі Баку Каспий теңізінің жағасында орналасқан. Ал туристер теңіз жағасындағы қалаларды жақсы көретіні белгілі. Алматыда жер сілкінісі оқтын-оқтын болып тұратындықтан туристер мұнда келуден аздап аяқ тартады. Баяғыда Қазақстан даласы өте үлкен мұхит болған екен. Маңғыстау даласынан да мұхиттың түбіне ұқсайтын жарқабақ, сорларды көруге болады. Ал Кавказ таулары мұхиттың жағасы болып, мұнда ежелгі халықтар өмір сүрген. Тіпті адамзатты құтқарғысы келген Нұх пайғамбардың кемесі Арарат тауының басында қалған деген аңыздар бар. Баку, Ереван, Тбилиси сияқты қалаларда түрлі қамалдар бар. Міне осындай мемлекеттік ұзақ жылдар бойы Гейдар Әлиев басқарды. Дегенмен ол 2003 жылы Түркменстанның қателігін қайталады. Ол билікке өзінің ұлы Илхам Алиевті әкелді. Осылайша Әзербайжан билігі ұрпақтан ұрпаққа берілетін мұраға айналды. Бұл демократияға қайшы әрекет. Әйтсе де халық бұған амалсыз көнеді. Илхам Алиев жастық шағы Мәскеуде білім алып өткізді. Кейіннен әкесі президент болған соң сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеді. 90-шы жылы оларда Қазақстан секілді намыстары біраз тапталды.
яғни инвесторларға есесін жіберді. Шетелдік инвесторлар осы мемлекеттердің шарасыз күйін пайдаланып, бізге мұнайға инвестиция салар кезде өздерінің талаптарын қойды. Біздің бұған келіспеске амалымыз жоқ еді. Егер шартты орындамасақ, олар біздің жер астындағы мұнайды игеру үшін зауыттар салмайды. Ал зауыт болмаған соң таста болмайды. Қос елдің билігі амалсыздан олардың шарттарын орындауға мәжбүр болды. Соның салдарының мұнайдан түскен ақшаның өте көп бөлігі инвесторларға кетті. Ал өзімізге кішкентай ғана бөлігі қалды. Ғасыр келісімін іске асыруға салынған инвестициялар толық көлемде өтелді. Шетелдік инвесторлар миллиардтаған доллар пайда тапты. Әзірбайжан мемлекетінің кірісі 100 миллиард доллардан асты дейді Ильхам Әлиев. Ильхам Әлиевтің бір артықшылығы, ол мұнайдан түскен ақшаны толықтай өз қалтасына баспай, оны мемлекетке бөлісті. Соның арқасында Әзірбайжан ашта емес, тоқта емес, орташа деңгейде өмір сүріп жатыр. Әйтпесе газ бен мұнай Әзірбайжаннан да көп Нигерия, Венесуэла, Сирия секілді көптеген елдердің халқы тас кедейшілікте өмір сүріп жатыр. Ол елдердің басшылары өте ашкөз болғандықтан бар тапқанды ұрлап шетелге қашып кетуде. Мысалы жақында ғана Сириядан Ресейге қашып келген Башар Асадтың елден ұрлаған 135 миллиард доллары болыпты. Бұл ақшамен Сирия кемі 50 жыл қиналмай өмір сүре алатын еді. Осылайша Башар Асад Сирияның 50 жыл өмірін тонады. Ал Қазақстандағы жемқор шенеуніктер офшорға 150 миллиард доллардан астам ақшаны жіберген. Шетелден қымбат үйлер алып қойып, сонда қашып кетіп жатыр. Олар Қазақстанның 30 жыл өмірін тонап құрдымға жіберді. Сондықтан да алыс ауылдарда әлі күнге дейін түзу жол жоқ, таза ауыз су жоқ, газ жоқ. Қазақ шенеуніктеріне патриоттық сезім жетіспейді. Ал әзірбайжандар патриот халық. Кезінде Қазақстан құрамасы Олимпиадаға ауыр атлетикадан легионерлерді апарып жүлде алды. Соның бірі әзірбайжандық Ниджат Рахимов еді. Ол Қазақстанға Рио Олимпиадасында алтын медаль әперді. Үкімет оған үй, көлік, көп ақша берді. Сосын ол көп ұзамай қайтадан өз еліне кетіп қалды. Моңғолиялық Атгансецек Галбадрах та жақында өз отанына оралды. Күні кеше Қазақстан футбол құрамасының бас бапкері болған Станислав Черчесов та қызметінен кетті. Ол біздің елден бір жылда 1,5 миллион долларға жуық жалақы алатын еді. Әзірбайжан ТМД елдерінің ішінде Ресейден кейінгі әскери қуаты мықты ел десек болады. Олар Таулы Қарабақ үшін болған соғыста ОДКБ-ның құрамындағы Арменияны быт-шыт қылып жеңді. Армения соғыста Ресейдің қалдығын қолданса, Әзірбайжан заманауи дрондармен айқасты. Әзірбайжан осы уақытқа дейін 20 миллиард доллардан астам ақшаны қорғаныс саласына жұмсапты. Әзірбайжандар мен армяндар бір-бірін жек көреді. Соғыста жеңілмеу үшін олар бюджеттегі көп ақшаны қорғанысқа жұмсауға мәжбүр. Сондықтан да ол жақта халыққа жағдай жасалмай жатады. Соның кесірінен Әзірбайжан халқы аз жалақымен күн көруге мәжбүр. Қазір көптеген әзірбайжандар шетелге кетіп күн көреді. Алматыда жеміс-жидек сататын әзірбайжандарды көптеп кездестіреміз. Бүгінде Әзірбайжанның дұшпаны көп. Армениямен бұрыннан ата жау екенін жоғарыда айтты. Және де Иран елі Әзірбайжанмен қырғи қабақ болып отыр. Оған үлкен себеп бар. Иранның солтүстігінде әзірбайжандар көп қоныстанған. Олардың жалпы саны 15 миллионға жуық. Олар бір жұдырықтай біріксе, Ираннан автономия талап ете алады. Сондықтан да Иран билігі әзірбайжандарды біріктірмеу үшін қолдан келген бар мүмкіндікті жасап жатыр. Әзірбайжан елінің достары да бар. Әсіресе олар соңғы жылдары Түркиямен қоян қолтық араласып жатыр. Түркия мен Әзірбайжан бір-біріне жақын ұлттар. Президенттері Ердоған бұрынғы Осман империясын құруды көксейтін секілді. Соған байланысты ол түркі елдеріне қолдау көрсетіп, оларды өз інісіндей көреді. Әзірбайжан Армениямен соғысқанда ол Ильхам Әлиевке қару-жарақ беріп қолдау көрсетті. Әсіресе Байрактар дроны Майдан даласында жоғары нәтиже берді. Түркияның жанашырлығының арқасында Әзірбайжан соғыста еш қиналмады. Әлем елдері түркілердің бірігіп Тұран одағын құруынан қатты қорқады. Тұран одағы құрылса, НАТОға қарсылық көрсете алатын үлкен күш болады. Ердоған өзін патша секілді ұстап, Қытай, Ресей, ақш-пен терезесі тең мемлекет басшысы сезінеді. Яғни Әзірбайжан Қазақстаннан тек әскери салада ғана озды. Қалған салалар бойынша Қазақстан алда келе жатыр.
Бұл туралы 2009 жылы Баку саяси зерттеулер және адвокатура орталығының директоры Илгар Мамедов былай деді. Әзірбайжанда да, Қазақстанда да режимдердің сыртқы келбеті, ішкі мазмұны бір-біріне өте ұқсас. Дегенмен, Қазақстандағымен салыстырғанда Әзірбайжанда билік командасында моральдық деңгейі төмен адам ғана жұмыс істей алады. Олар қорқақ, жағымпаз, келісімпаз болып келеді. Ал Қазақстан үлкен ел. Қанша дегенмен сіздерде плюрализмнің, экономикалық еркіндіктің деңгейі бізге қарағанда жоғары. Әзірбайжанда Әлиев санасып отыратын бірде-бір аймақ басшысы жоқ. Бізде барлығы айқын сызылған пирамиданың қалыбына кіргізілген. Олар тырп ете алмайды. 2005 жылғы төңкеріс жасамақ болды деген дау-дамайдың легімен бірнеше министрді алып тастағалы бері биліктегілер тіпті жуасып қалды. Ол Әзірбайжан президентін есі үлгідегі диктатор деп айыптады. Ол сайлау кезіндегі уәделерін орындамады, өз қарақан басынан аса алмады деп пікір келтірді. Ол өзінің әйелі Мехрибанды вице-президент етіп тағайындады. ТМД елдерінің ішінде тек Түркменстан, Әзірбайжанда ғана президенттік әкеден балаға мұра болып келді. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон да билікті баласына бергісі келеді деген болжам бар. Және де кезінде Қазақстан президенті Назарбаевты билікті қызы Дариғаға, ал Өзбекстан президенті Ислам Каримов билікті қызы Гүлнарға береді деген сөз қаңқуда есті. Бірақ ол жүзеге аспады. Саяси сарапшылар Әзірбайжанда тек президенттің айналасындағы адамдар ғана бай тұрады, халық кедей тұрады дейді. Жалпы бұрын Назарбаевтың айналасындағы адамдар да бай тұратын. Қазір олар азайды. Қалай болғанда да Әзірбайжанды билеп отырған Әлиевтер әулеті бұрынғы Совет одағындағы репрессиялық режимді сақтап қалған. Елдегі ақпарат құралдары бостандығын шектеу, сыбайлас жемқорлық пен халықты қысып ұстау жағынан аймақта топ бастап тұр. Тек Әзірбайжан емес, ТМД-ның құрамындағы түркі елдерінің барлығы осындай қиын жағдайда. Себебі шығыс елдерінің менталитетінде басшыға қарсы шықпай, ләппай тақсыр деп тұрады. Мысалы, Астанадан комиссия келсе, ауыл аймақтағылар иіліп төсек, жайылып жастық болады. Халықтың өзі басшыға құрақ ұшып тұрады. Сондықтан да біз билікті өзгерту үшін алдымен өзіміз өзгеруіміз керек.